Өмірде екі нәрсеге қатты өкінем. Біріншісі, түкке тұрмайтын адамдар үшін уақытым зая кетті. Екіншісі, адамдарды өзім сияқты ойлап сенгенім. Енді уақыт кері қайтпайды, сабақ болды. Бұл өмірде адамдарға деген құрметіңіз шексіз, бірақ шыдамыңыз шектеулі болсын. Бұл дүние жақсы болғандардың емес, жақсы ойлағандардың дүниесі. Тәрбиелі адамдар адамның жеке басын ардақтай біледі. Сондықтан да ол әр уақытта мейірбанды, жайдары, сыпайы, көнгіш келеді. Болмашыға бола өтірік те айтпайды. Олар көп мылжыңдамайды. Ешкім сұрамаса, ішкі сырын шашпайды. Арамдықпен тапқан абырой күндердің бір күнінде сені масқара қылады. Адал еңбек, таза ой адамдықтың белгісі. Сізді көре алмайтын, немесе ұнатпайтын дұрыс емес адамды тану өте оңай. Ол үшін оның бойында мынадай қасиеттер болуы мүмкін. Ең бірінші, барлық нәрсеңді төмендетіп жүреді. Сүйкімді болғаның үшін қызғанады. Көңілді болғаның үшін ашуланады. Талғампаз болғаның үшін қыстығады. Елгезек болғаның үшін мазақ етеді. Шебер болғаның үшін түртпектейді. Сыпайы болғаның үшін қылпылдайды. Дұрыс емес адамды тану өте оңай. Сендегі бар нәрсені жоққа шығарады. Біреуге деген сүйіспеншілік пен ашу бір-біріне тікелей байланысты. Ең қатты жақсы көретін адамыңа бәрінен көп ашуланасың. Әйел табиғаты бойынша әлсіз, бірақ ауыртпалыққа ең көп шыдайтын сол. Әйелдің төзімділігін сындыратын жалғыз нәрсе армандаған адамың бос адам боп шығуы. Адам жалғыз болуды үйренуі керек. Өмірдің барлық уақытында әлде біреу жаныңда отырып, сәт сайын бірге күліп, дастарханды айнала отырып, бірге тамақтанбайды. Жалғыз тамақтанып, жалғыз серуендеп, жалғыз жүріп, мәселеге жалғыз өзің бетпе-бет келетін, өз көз жасын өзі сүртіп, бос көшелерде қалай барарыңды білмей жалғыз қалатын күндер талай мәрте жолығады. Ендеше поэзия, кино, музыка, хобби және армандарыңмен серіктесіп, жалғыз болуды үйрене білуің де керек. Бұл да әркімнің басына келуі мүмкін өмірдің ащы шындықтарының бірі. Бұл өмірде болмайтын адамдармен болмайтын армандар құрғаным үшін ең алдымен өзімнен кешірім сұраймын. Өкіну әлемдегі ең пайдасыз нәрсе. Ештеңені артқа қайтара алмайсың. Ештеңені түзей алмайсың. Олай болғанда бәріміз әулие болар едік. Өмір бізді мінсіз қыламын деген жоқ. Кейде үнсіз кеткен адам ең көп азап шегіп жүрген адам. Ұмыту не деген сөз? Қорқынышта, жұбатуда, өтірікте осы сөзде жатыр. Еш нәрсені ұмытпай өмір сүре алатын адам бар ма екен? Бірақ кім ұмытқысы келетінін ұмыта алады. Жүректі жаралаған керексіз естеліктер. Өмір сүруге тұрарлық ұғымдар үшін ғана барлығынан арылған жан бостандықта. Уақыты болғанда бәрін қалдыруды үйрен. Қажетсіз қарым-қатынастарды үзуді, жаман әдеттерден бас тартуды.
Жаман достықтан аулақ болуды, нәтижесіз жұмысты тастауды. Сізді бағаламайтын адамдардан аулақ болуды, және көңілді кештерден де уақыты келгенде үйге қайтып кетуді үйрен. Жағымсыз ойлардан, қайғылы естеліктерден, қиын қарым-қатынастардан, жағымсыз әсерлерден дер кезінде арылуымыз керек. Уақыты келгенде барлығын қалдыруды үйрен.